Сәлем дос, еркелерге ертегі каналында ертек айтуды жалғастырайын. Сіздерге ұнап жатқан секілді. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін өздеріңізге орманда болған бір оқиға туралы айтып бергім келеді. Орман ағаштарының ішінде бір күні талдардың іші пысып, осы біздің ішімізде кімнің пайдасы көп, кім әдемірек деген сұрақ туындапты. Сол кезде аққайың: ең сұлуы мен, жел тұрса жапырақтарыммен сыбдыр-сыбдыр етіп ән айтамын. Орманның көркі аққайың емес пе? Әрине, мен сұлумын, көктемде шығатын сырғаларым да сұлу, өзім де сұлумын дейді. Оны естіген бәйтерек: ал мен бәйтерек, бойым ұзын, өзім биік, алыста не болып жатқанын бәрін көріп, сіздерге хабарлап отырамын. Сондықтан ормандағы сұлу терек мен дейді. Қарағаш болса: қайдам, сіздердің кейбіреулеріңіз күй талғайды, ал мен күй талғамаймын. Кез келген жерде өсе беремін. Және мен былай да, биікке де, төменге де, жаныма да бұталарымды жайып өсе аламын. Сондықтан қарағашқа тең келетін терек бар ма? дейді. Бұны естіген емен болса: ой, бұл не шу? Жуандық жағынан маған жетер кім бар? Тамырым тереңде, отырған жерімде нық отырмын. Ормандағы аң құста тиының болсын, үкің болсын, жапалағың болсын, маған келіп еменге келіп ұя салады. Сондықтан да еменнен ойнамаңдар ей, дейді. Басқа талдар шу-шу етіп: осы неге шырша үндемейді? Әрине, тікен, ине болғаннан кейін еш мақтанатын тұсы жоқ. Ормандағы сүйкімсіз терек екенін мойындап тұрған шығар, деп барлығы кішкентай жасыл шыршаны келе кетеді. Күндердің күнінде күз келіп, талдардың жапырағы сиреп, қурап, өздерінің бойларындағы сұлулықтары кетіп, қыс келеді. Сол кезде жалғыз шырша әдеттегідей жап-жасыл болып, айналасына хош иісін сыйлап, үндемей тұра береді. Ал оның жаңғағын қарнашқан тиындар келіп жеп, құстар келіп жеп, осы орманда ең пайдалы ағаш осы шырша секілді. Иісі қандай, тура хош иісті. Түсі қандай, қыста да, жазда да жап-жасыл болып тұрады ей, деп бір-бірімен әңгіме айтады. Бұны естіген шыршамыз: достарым, бекерден бекер таласпайық. Әр теректің өзінің әдемілігі бар, пайдасы бар. Сондықтан менің инем көп болғанымен, менің иісім әдемі, жаңғағым тәтті, жаңа жылдың символымын. Сондықтан тату болайық дейді. Балалар, сіздерде бір-бірлеріңізді орталарыңызда жүргенде келе кетесіздер ме? Біреудің бойы ұзын, немесе қысқа болса, толық болса, арық болса, комментарийде жауаптар күтемін. Ал ертегі ұнаған болса, достарыңмен поделицаны басып бөліссең болады. Қоңырау белгісін басуды ұмытпа. Ертең жаңа ертегі жүктелген кезде ең бірінші болып сен білетін боласың. Кездескенше.